Сәлем достар, бүгін сіздермен сельдь под шубой жасайтын боламыз. Өте тойымды әрі дәмді салаттардың бірі. Мен алдымен картоплымызды және морковымызды суға қайнатып алдым. Одан кейін суыған соң сыртын ашып, осылай түркінің үлкен көзінен өткізіп аламыз. Морковты да, яғни сәбізді де осылай түркінің үлкен көзінен бөлек-бөлек өткізіп тарелкамызға орналастырамыз. Келесі бізде қайнаған жұмыртқа. Оны да тек сыртқы ағын түркіден өткізетін боласыздар. Ішіндегі сары домалағын алып қоямыз. Бізге ол ең соңында қажет болады. Енді жемедеп тарелкамызға әдемілеп орналастырамыз. Мен осындай үлкен тарелканың ортасына ақ бокал қойып қойдым. Жан жағына алдымен картошкамызды жайып шығамын. Одан кейін үстіне осылай мен мешокқа майонезді құйып алдым. Майонезімізді осылай әдемілеп жағып шығамыз. Майонезімізді екі қатар жағып болғаннан кейін менде алдын ала ашып турап дайындалған селедкамыз өте дәмді. Қазіргі сезоны. Оны да картошкамыздың үстіне осылай керегінше саламыз. Одан кейін оның үстіне азғантай майонез құйып, келесі этап морковқа көшеміз. Сәбізімізді де дәл жанағындай етіп жан жағына әбден жабылғанша орналастырып шығамыз. Үстіне сіңетіндей етіп майонез себеміз. Сәбізден кейін бізде жұмыртқаның ағы кетеді. Осылай видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Өте дәмді, тойымды, әрі жеңіл салаттардың бірі. Үстіне азғантай майонез құямыз. Ең соңына үстіне бізде қайнаған қызылшамыз, яғни свекла. Оны да осылай мен алдын ала түркіден өткізіп алдым. Енді осылай үстіне әдемілеп салатымыздың бетін жауып шығатын боламын. Одан кейін үстіне майонезімізді сеуіп, қасықтың көмегімен майонезімізді жағып шығамыз. Мен осылай майонезімізді жағып шыққаннан кейін бізге жұмыртқаның сарысы қажет болады. Оны түркіміздің кішкентай бөлігінен өткізетін боламыз. Салатымыздың бетіне әдемі болып тұру үшін бізге қажет. Каналыма тіркеліп,
лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеоны алғашқылардың бірі болып көргілеріңіз келсе, қоңырауша батырмасын басуды ұмытпағайсыздар. Салатымыздың шанжағын жинап, ортамызда тұрған бокалды жайлап осылай шығарып аласыздар. Міне бізде осындай әдемі пачуба салаты дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған мен Айдана.